Жақсы, балалар, бүгінгі өтетін сабағымыз тұлғаның адамгершілік негіздері. Сәл бүгін сабағымызды сәл басқаша өтеміз. Мына тақтаға қараңдар, мына тақтада мына бір сурет тұр. Кім деп жазып қойыпты, аты жөні көрініп. Умберто Эко. Қазір осы кісінің өзінің немересіне жазған хатын оқып беремін. Бұл кісі көріп отырсыңдар, 1932 жыл туылған, осы жақында қайтыс болды. Немересіне бір керемет өсиет қалдырып кетті. Ол оқып берген сендер әрқайсың өзің аталарың сендерге жазған хат деп түсініңдер. Өзің аталарың өте өзекті дәл қазіргі күнде сендерге. Оның кейбір ойларын, ұсыныстарын қабылдамауларың да мүмкін, бірақ қалай болғанда да қорытындыны өздерің шығарасыңдар. Сонымен бұл Умберто Эко көріп отырсыңдар, итальян оқымыстысы, философ, орта ғасырлық эстетика бойынша үлкен маман, әлемдік деңгейдегі жазушы, публицист, әдебиет сыншысы және мәдениет теоретигі. Сонымен Умберто Эконың немересіне хаты. Ол өзінің хатын жаттап ал деп атады. Жаттап ал деп. Егер сендерде шамаларың келіп жатса, жаттап алғандарың жөн деп ойлаймын. Италияның атақты пәлсапашысы, жазушысы, сыншысы Умберто Эко өзінің немересіне жаңа жылдық құттықтау хатын осылай атады. Бекерден бекер олай демеген. Хатты бұл пәнидегі адамға ең қымбат дүние өзінің жадына арнаған. Жад деген деген қымбатты менің немерем. Бұл мерекелік хатым де амичис сипатындағы насихат айту болып шектелгенін қаламасем. Мен нетене жақындарымызға, отанға, адамзат баласына, тағысын тағыларға деген махаббатты үгіттегім келмейді. Сен бәрібір ондай сөздерді тыңдамас едің. Ер жеттің, менің болса бір аяғым төрде, бір аяғым көрде. Екеуміздің құндылық жүйелеріміз әр басқа. Сондықтан менің айтқан ақылым сенің басыңа қонбас, орынсыз болар. Сонымен мен тек қана бір кеңес айтқым келеді. Сен оны өмір жолында әжетіңе жаратарсың. Әсіресе планшетіңді қолданған кезде. Сенің алдыңда ақылынан алжасқан шал болып көрінгім келмегендіктен, оны қолданба деп айтпаймын. Өзім де ара-тұра қолданатыным рас. Бір айтарым, қолыңа сол планшет түскенде адамдар арасындағы, адам мен хайуан арасындағы жыныстық ойындарды насихаттайтын жүздеген порно сайттарда көп отыра берме. Жыныстық қатынас осындай бір жақты әрекеттен ғана тұрады дегенге еш сенбе. Бұл қойылым тек сені үйден шығармау үшін жасалынған жасанды көрсетілім. Сыртқа шығып сұлу қыздармен таныспасын деген сылтау. Сені гетеросексуал деп сенемін. Олай болмаған жағдайда саған арнап жазған кеңестеріме құлақ сал. Мектептегі, көшедегі қыздарға назарыңды аудар. Олар теледидардағыдан әлде қайда сұлу. Онлайн отырғандардан гөрі саған көбірек бақыт сыйлай алады. Дәл осыныма сенгін. Өйткені бұл тарапта менің тәжірибем мұрасан. Мен жыныстық қатынасты тек теледидардан қарап отыра берер болсам, сенің әкең дүниеге келмес еді. Сен де жоқ болар ма едің. Саған айтайын дегенім ол еместі. Айтпағым, қазіргі ұрпақтың бәріне дерлік жұққан басты дерт жадының тұрақсыздығы туралы әңгімелемекпін.
Бұл рас сөз. Егер ұлы Карлдың кім болғанын білгің келсе, немесе Куала-Лумпур әлемнің қай бұрышында орналасқанын көргің келсе, сен бір пернені басып бәрін біле аласың. Ондайды аса қажет кезінде ғана жаса. Анықтама алған кезде оның мазмұнын мұқият оқып, есте сақтап қалуға тырыс. Екінші қайтара іздеп, мектепте керек болған кезде әуре сарсаңға түспес үшін. Компьютер сенің кез келген сұрағыңа жауап бере алатындығына сонша сенім артып алғандарың жаман болды. Ол сенің оқып білуге деген бар ынтаңды жоқ қылды. Ақпаратты есте сақтап қалуға тырыспайтын болдың. Мынадай салыстыру жасайық. Бір көшеден екінші біреуіне автобуспен немесе метромен жетуге болатын білген адам қатты асығыс болса, көлікті қолданады, такси. Бірақ жаяу жүрмесек, біз мүгедек адам сияқты болып қаламыз. Әлбетте, сен спортпен шұғылданатыныңды білем. Тәніңді басқаруды білетініңе де еш күмәнім жоқ. Сенің санаңа оралайық. Жады деген аяғыңның бұлшығы түспетті. Жаттығуды доғарсаң, ол бұлжырап, сен ақымаққа айналасың. Оның үстіне қартайған шағымызда бәрімізде Альцгеймер сырқатына ұшырауымыз ықтимал. Ол не екен білесіңдер ғой, Альцгеймер. Алжып қалу адам. Соны болдырмаудың басты ережесі жадыны жаттықтырып отыру. Менің кеңесім мынадай. Күнде таңертең тұра салып бір қысқа тақпақ жатты. Бала күнімізде бізге солай жасататын. Достарыңмен кімнің жадысы мықты деген жарыс жасауға болады. Жарайды, поэзия ұнамаса, онда футбол командаларының құрамасының мүшелерін жатта, аттарын. Бірақ сен тек Рим командасының аттарын ғана емес, басқа да командалардың ойыншылардың нысыпларын жатқа білуін керек. Олардың алдыңғы құрамасында ойнағандардың есімдерін есте сақтауды үйрен. Мен мысал үшін Суперга шыңындағы жарылған ұшақтың ішінде кеткен Турин клубы мүшелерінің аттарын жатқа білем. Бачигалупо, Балларин, Мороза тағы басқа. Оқыған кітаптарының мазмұнын кім жақсырақ есте сақтайды деп жарысыңдар. Үшноянның кейіпкерлерін достарың жақсы біле ме? Үшноянды оқығың келмесе, өзің оқыған кітаптың кейіпкерлерін санамалап шық. Ойын сияқты. Бұл шынында да ойын. Санаң сан алуан кейіпкерлерге толғанын байқайсың. Неше түрлі оқиғалар, әр түрлі естеліктер жадыңда жаңғырып тұрады. Неге компьютерді электронды ми деп атаған деп сұрауың мүмкін. Себебі оны біздің миымыздың моделіне қарап жасаған. Бірақ адамның ми қыртысы компьютердегіден әлде қайда көп. Ми сенің компьютерің, ол үнемі сенімен бірге, сенің жаныңда. Оның мүмкіндігі күн өткен сайын ұлғая бермек. Тек жаттығу жасауды ұмытпа. Ал үстел үстіндегі компьютердің жұмыс істеу ұзақтығы әрекетсе 1 жыл. Сосын оның жылдамдығы азая береді. Ауыстырмаса болмайтын жағдайға жетеді. Ал сенің миың саған 90-ға келгенше қызмет етеді. 90-ға келген соң да жаттықтыра берсең, бала күнгі естеліктерің дәл бүгінгідей көз алдыңда болады. Оның үстіне ми деген тегін байлық. Тарихи жады деген болады. Ол сенің өміріңнің оқиғалармен, яки оқыған жағдаяттармен байланысты емес. Ол сен туғанға дейінгі жайларды есте сақтайды. Егер сен бүгін кинотеатрға барсаң, басталатын уақытына сай барасың. Кино басталған кезде біреу сені қолынан жетектеп, бәрін түсіндіріп жатқандай күйде боласың.
Менің кезімде кинотеатрға кез келген уақытта кіруге рұқсат бар еді. Тіпті фильмнің жартысы өтіп кеткен кезде де кіріп көре беретінбіз. Сен келгенше талай оқиға өтіп кетеді. Сосын отырып алып, не қалай болды екен деп өзің ойша өрбітесің. Ол фильм қайтадан басталған кезде қай ойың дұрыс, қайсысы қиыс екенін аңғаратынсың. Көрген киноң көңіліңнен шықса тағы да қалып көруге болатын. Өмірде менің кезімдегі кино көру дағдысы секілді. Біз тумас бұрын, мыңдаған жылдар бұрын сан алуан оқиғалар болып өткен. Біз туғанға дейін нендей жағдайлар орын алғанын білу өте маңызды. Ол бүгін болып жатқан өзгерістердің ненің салдарынан екенін пайымдауға үйретеді. Бүгінгінің мектебі сен туғанға дейінгі тарихты оқытып, есте сақтауды үйретуі қажет. Өкінішке орай, бұған мектептің шамасы жетіңкіремей жатыр. Қазіргінің жастары, студенттері, мәселен 90-шы жылы туғандар 80-шы жылы не болғанын білмейді. 50 жыл бұрынғы тарихты бұлай қойғанда. Мәселен, статистика жастардан Альдо Моро деген кім деп сұрағанда, Қызыл бригаданы басқарған деп жауап бергенде айтады. Ал шын мәнінде Альдо Моро сол Қызыл бригада деген радикал топтың мүшелерінің қолынан қаза тапқан еді. Қызыл бригадалардың қызметі әлі күнге дейін көпшілік үшін құпия күйінде болып отыр. Қызыл бригада дегенде біздің өзіміздің реалияға келіп жатсақ, бізде коммунистер билеген кезең мысалы. Әр көп құпия ашылған жоқ бізде. Сендер қазір сол коммунистер кім, коммунистерге кім қарсы болды, соны көбін өкінішке орай біз ажырата алмаймыз көбіміз. Ал оны ажырата білу керек. Ол өзінің арамыздан, біздің аталарымыздың арасында да болған. Бай, кедей болып, шолақ белсенді болып, бірін-бірі ұстатып. Коммунист кезеңде сол ұстап бергендер, ұстатқандар батыр саналды. Бай мен кедей деген болмау керек, бәрі бірдей болу керек деді. Сөйтті да өзінің еңбегімен аздап дүние жиғандардың дүниесін тартып алды, өздерін асты, соттады, қуғындады. Италияда Қызыл бригадалар деген болған. Қызыл бригадалардың қызметі әлі күнге дейін көпшілік үшін құпия күйінде болып отыр. Бар жоғы 30 жыл бұрын ғана саясат сахнасында болған ұйым еді. Мен 32 жыл туғам. Фашистер билікке келген соң 10 жылдан кейін. Бірақ Римге марш жасалған кездерде кім премьер-министр болғанын әлі күнге дейін білем. Мүмкін оның қандай ақымақ әрі жаман болған туралы маған фашистердің мектебінде айтып түсіндірген шығар. Ол маңызды емес, бірақ оның билік құрғаны туралы мен біледімін. Жарайды, мектепті жайына қалдырайық. Бүгінгінің жастары 20 жыл бұрын атағы жер жарған артистерді танымайды. Ал мен олардың жастарында Франческо Бертинидің кім болғанын да білгем. Ол мен туғанға дейін 20 жыл бұрын Мылқау киноның жарық жұлдызы еді. Біздің үйде қоймада шашылып жататын ескі журналдарды парақтауды жақсы көретіндіктен осынша мол мағлұматтарды білген шығармын. Ескі журналдарды сен деп парақтап тұр. Сен туғанға дейін не болғанын біліп жүресің. Өтіп кеткен заманның бізге не қатысы бар дерсің? Керегі бар. Өткенді саралап қарасаң, бүгінгі көп жағдайдың неден шыққанын түсіне бастайсың. Футбол командасын жатқа білгендей санамызды сауықтыра түсетін ақпараттар. Миды тек кітап, журналмен ғана жаттықтырып қоя алмайтын ескере жүр. Интернет арқылы да жаттықтырудың жолы бар. Таңнан кешке дейін достарыңмен әңгіме соға бермей, арасында дүниежүзі тарихына көз жүгірт. Хеттер мен қаймызарлар кім? Колумбтың үш кемесі қалай аталған? Динозаврлар қашан жойылып кеткен?
Нұх пайғамбардың кемесінде штурвал болды ма? Бұқаның атасын не деп атайды? 100 жыл бұрын жолбарыстар бүгінгіден неше есе көп болды. Мали империясы туралы не білесің? Ол туралы кім айтып берген, кім жазған? Екінші папа кім болды? Өздерің бәрін сүйіп көрген Микки Маус қашан жасалды? Осының бәрін интернеттен табуға болады, дұрыс па? Өзіңнің дүние танымыңды көтеру үшін. Интернет мүмкіндігі өте мол. Мен олай айтып беремін ғой әлгі, өткенде айттық жаңа. Не деп айтайын интернет, ғаламтор, интернет кім есінде? Ұйығынан маржанды сайдан. Иә, интернет терең мұхит. Оның тұңғиығынан маржанды да, сайтанды да табуға болады. Ал ақылы бар адам не табады одан, не іздейді? Маржан табады. Мұндай сұрақтарды кеш батқанша қоя берер едім. Оның бәрі ізденіске бағыттайтын жақсы құрал болар еді. Мұның бәрін есе сақтай білу керек. Бір күні сенің де күнің өтіп қартаясың. Егер сен көп білсең, көп шығарма оқысаң, көп тарихты білсең, бір адам емес, 1000 адамның ғұмырын өмір сүргендей боласың. Кейіпкерлермен бірге саяхаттайсың. Олармен бірге соғысасың, шайқасасың. Олармен бірге ғашық боласың, солардың күйін кешесің. Ватерлоо шайқасына қатысып, Юлий Цезарды өлтіргенді көргендей боласың. Бертольд Шварц болған жерлерді саяхаттап, түрлі заттарды араластырып, алтын алам деп, жарылғыш зат жасап, соған атылып, өлгенін көргендей боласың. Ал қасыңдағы санасын жетілдіргісі келмейтін жалқау достарың өзінің ғана сұрықсыз, сүреңсіз, еш қызық жоқ өмірін сүре берсін. Жадыңды жаттықтыр. Ертең тұра сап, Ла Виспа Терезаны жаттап ал. Енді бұл итальяндардың жаңағы бір гимні ма бірдемесі болса керек. Ал бізде ең құрғанда Абайдың қара сөзін болмаса өлеңдерін жаттай берсек, соның өзі бізге олжа. Ал мынау жаңағы Умберто Эконың осы немересіне жазған қатын Шынар Абілда деген алматылық аудармашы қызымыз аударған. Осы алдың күні ғана интернетте пайда болды. Қазақшасы, бұрын орысшасын оқып едім. Қазақшасын өте әдемі аударыпты. Бәрімізге керек. Шынар апайға бір қол соғып қояйықшы. Рахмет. Ал енді осы туралы кім не айтады, кім не түсінді? Кім не түсінді? Осы хаттан бірдеме алуға болады ма бір? Жиын өзімізде. Бізге қатысты тұстар бар ма? Мәселен? Ауып тұрғайшы. Қатырақ басын бар. Сіз айтыңыз ғой, ғаламтордан сайтанда оқуға болсын, жұмыста оқуға. Ғаламтордың пайдалы жағы, пайдалану керек деген. Рахмет. Ғаламтордан енді бас тарта алмаймыз. Ол өмірімізге белгілеп енді. Қаласақ та, қаламасақ та. Бізге енді біз кәдімгі ақылы, саналы адам ретінде оның тек қана пайдалы жағын. Білесіне бірдемені бастан артынан бір жарнамалар кете береді. Олай берсең ол түбі жоқ. Түбі жоқ. Кете бересің. Орыс сайтандардың ортасына түсіп бір күні өзіңде сайтандардың ортасында билеп жүргеніңді байқамай қаласың. Ал іздесең кез келген тарихты білуге болады. Өзіміздің қазақтың тарихына, бүкіл әлемнің тарихына қатысты. Кез келген музейдің сайтына кіріп көруге болады. Бұның құдіретінің күштілігі соншалықты өткенде өздеріңе сендерге көрсеткен шығар. Бір сайттар бар, жаңадан осы америкалықтар шығарды. Ол карта. Көрсеттім ғой сендерге. Мысалы 1226 деп жазасын, тура сол кезде мемлекеттің шекарасы қандай болып шығара салады.
Болмаса тағы осыдан бір ай бұрын ғана мен тап болдым, өзі жақында бел шықты. Бүкіл әлемдік ашық библиотека. Кітапхана. Онда жер жүзінің кітаптары бар. Өкінішке орай қазақша аздау, бірақ біздің жеріміз туралы, біздің жерімізде болған саяхатшылар туралы зерттеушілердің жазғандары, суреттер, керемет суреттер бар. Бұрынғы аталған. Мен қырған сурет таптым, көп сурет таптым. Оны жинап алдым өзімде. Ол ертең керек. Өздерің көріп осындар, жаңағы шымқанып алып, паранжи киіп алып, біздің аталар мұсылманбыз деп, кәдімгі қазақтың қыздары өзімізде жоқ нәрсені істеп жүрген көріп тұрмын. Өрімде балдарымыз 4 сал сақалын өсіріп, балағын кесіп алып, арабтың дәстүрін тікелей қабылдап жатқанын көріп осындар. Мұсылманшылықты бетперде. Егер біз өз тарихымызда бұрынғы апаларымыздың, аталарымыздың, бабаларымыздың дәстүрін, киген киімін ең құрғанда, дәстүрін терең ойламасақ та, ескі суреттерді көрсек, түсінеміз. Біздің аталарымыздың, апаларымыздың еш уақытта бетін бүрген екен. Себебі бетін бүргеуге қажеттілік жоқ еді. Қажеттілік жоқ еді. Қазақтың ауылы бір әулет 10-15 үйден тұрды. Бәрі тұр, бір шалдан тарайтын. Бір-біріне бауыр, қызға қыр үйден кейін деген сол. Бәрі сол ауылда бір қыз болса, ол біреуіне қарындас, біреуіне немере, біреуіне қыз, біреуіне қалай тағы. Қазір кім айтқанда внучата, племянница деп кете беруге бар. Туыс. Егер сол қыздың арына кішкентай дақ түсетін болса, артынан сөз елетін болса, бүкіл әулетке масқара. Бүкіл әулетке сөз келеді. Ой, сол ана әулеттің қыздары сондай деді. Кішкентай бір әулетті жеп. Өсек тарап кеткеннің өзінде. Сондай тіпті өсек тарауына негіз бермейді. Қыз сәл жыртындай бастаса, есікте жүрген күннің өзі. Ой, қыз деп, ескертіп жасайтын. Асып кетпеді. Ал өз кезегінде, ол жаңағы бетін бүргенмейді. Әр жастың өзіне лайық киімі бар. Бүлдіршін қыз қандай киінеді, бой ете бастағанда қандай киінеді, қалыңдық болып, анау несіне сырға салынғаннан кейін қалай киінеді, келін болып түскенде қандай киінеді, кейін жаңағы келіншек болғанда қандай болады, сәбилі ана болғанда қандай болады, сарқарын бәйбіше болған кезде қандай болады. Бәрін осы киіміне қарап, біз оның әлеуметтік статусын біле береді. Ешқандай бүркеу де жоқ. Ал енді бүгін жаңа сабағымыздың тақырыбы не дедім? Ау? Жоқ, сабағымыздың аты. Тұлғаның адамгершілік негіздері. Енді осыған, мен оқыған хаттың адамгершілікке қандай қатысы бар? Кім айтады? Адамгершілікке қандай? Жалпы адамгершілікті қалыптастыруға қандай қатысы бар? Кім айтады? Біздің тақырыбымызбен осы хаттың арасында қандай байланыс бар? Айда, не айтады? Умберто Эконың хатынан негізінде қазір көп барлық оқушылар қазір осысын тапқан көп ұғым өзіне бір керекті бір ақпарат жинағандай болдық. Негізінде Умберто Эконың хаты өте бізге көмектесті деп ойлаймын, өйткені ол бізге бір рух бергендей болды. Яғни қазіргі біздің іс-әрекетіміз, біздің өмірге көзқарасымызды тікелей өзгертті десем болады, әсіресе менің. Өйткені ол жерде жат туралы өте үлкен ақпарат берді. Мен шынымды айтсам, жат туралы жаттың бұндай қасиет бар екенін негізінде білмедім. Бірақ оны шынықтыру екенін әрине білдім. Бірақ сонда да Умберто Эконың хаты маған өте қатты ұнады. Ол тек өзінің немересіне ғана емес, барлық жұртқа, барлық